Кеше ғана сапасыз тауарларымен және зауыттарының түтінімен бүкіл әлемге танымал болған Қытай өткеннің елшісінде қалды. Тіпті 2 жыл бұрын Қытайда болған адамдардың өзі бүгін бұл елге келсе, оны тани алмай қалады. Көп адам біле бермейді. Бірақ қазіргі уақытта Қытай әлемдегі ең үздік электромобильдердің бір қатарын шығарады. Түрлі маркаларда орасан көп көлемде және қолжетімді бағамен. Әсіресе өз азаматтары үшін. Қытайдағы көлік желісі мен жолдар мінсіз және тіпті батыс елдері үшін де эталон болып саналады. Қазіргі уақытта Қытайда орташа жалақы айына $1300 құрайды. Бұл халқы 1,5 миллиардтан асатын, жақында ғана кедейлікпен өмір сүрген ел үшін үлкен жетістік. Мысалы, 2017 жылы өмір сүру деңгейі бойынша әлем елдерінің рейтингінде Қытай 90-шы орында болса, 2023 жылы 54-ші орынға көтерілді. Алайда Қытайдың бұл рейтингтегі орнын 2 көрсеткіш айтарлықтай төмендетеді. Азаматтардың жеке және саяси еркіндігі. Бұл жерде бәрі түсінікті. Билікте коммунистік партия, басқа партиялар бола алмайды. Ауыз ашуға да қорқасын, баспасөз бостандығы жоқ. Сондықтан бұл баға өте төмен. Ал келесі көрсеткіш елдегі экологиялық жағдай мен қоршаған ортаның ластану деңгейі. Қытайлар жыл сайын шығарындыларды азайтқанымен, әзірге ол әлі де көп. Сондықтан егер осы 2 көрсеткіш болмаса, Қытай рейтингте 20 орынға жоғары көтеріліп, үздік 30-дыққа енер еді. Бірақ қазіргі жағдай осы. Қытайдың көп қалаларында тек қолма-қол ақша емес, тіпті банк картасымен төлеу де көненің көзі болып саналады. Негізінен қытайлар біздер сияқты онлайн немесе телефон арқылы QR-кодпен төлем жасайды. Тіпті одан да ерекше түрлері бар. Мысалы, алақанмен төлеу. Дүкенде орнатылған арнайы сканер сіздің алақаныңыздағы сызықтарды оқиды. Ал олар әр адамда саусақ ізінде ерекше. Банк қосымшасында алақаныңызды сканерлеп, банк мәліметтер базасына жібересіз. Содан кейін бос алақанмен төлем жасай аласыз. Бастысы, банк шотыңыз бос болмаса болғаны. Бұл өте ыңғайлы. Мысалы, көше бойында жүгіріп келе жатып, өзіңізбен артық ештеңе, тіпті телефонда алып жүргіңіз келмесе, дүкенге су алуға кіріп, алақаныңызды сканерге тигізіп, төлем жасайсыз. Енді Қытайдың қысқаша географиялық шолуына көшейік. Одан кейін ең қызықтысына, саңырауқұлақтай өсіп жатқан әрі таңғажайып көрінетін Қытай қалаларына тоқталамыз. Жапонияның өзінде жоқ заманауи технологиялар жайлы, шетелдіктерді қорқытатын әлеуметтік рейтинг жүйесі туралы және басқа да көптеген қызықтар туралы сөйлесеміз. Бүгінгі Қытай бұл болашақтың елі. Ол қиялынды шын мәнінде таң қалдырады. Қытай ресми атауы Қытай Халық Республикасы. Шығыс Азиядағы мемлекет. Аумағы жөнінен әлем елдері арасында 4-ші орын алады. Тек Ресейге, Канадаға және ақш-қа ғана жол береді. Аумағы 9,5 миллион километр квадрат. Халқы шамамен 1,5 миллиард адам. Қытай 14 елмен шектеседі. Оның ішінде Қазақстанда бар. Ресми тілі Қытай тілі. Астанасы Бейжің қаласы. Валюта Қытай юані. Міне, бұл 40 жыл бұрынғы Шэньчжэнь. Халқы 30 мың адамнан тұратын кедей балықшылар қалашығы. Ал бұл бүгінгі Шэньчжэнь. Халқы шамамен 19 миллион адам болатын алып мегаполис. Шэньчжэньнің даму тарихы өте қызықты, әрі үлгі боларлық. Өйткені бар болғаны 40 жылда жоқ жерде Нью-Йорк немесе Токиоға ұқсас қала тұрғызуға болатынын дәлелдеді. Барлығы 1979 жылы басталды. Сол кезде Қытайда жаңа экономикалық реформалар жүргізіліп, арнайы экономикалық аймақтар құрыла бастады. Ол кезде билікте болған Дэн Сяопин көршілес Гонконгке бәсекелес бола алатын орталықты дамыту қажет деп санады. Ол кезде Гонконг Ұлыбританияның юрисдикциясында болатын. 1980 жылы Шэньчжэньде Қытайдағы алғашқы арнайы экономикалық аймақ ашылды. Онда шетелдік кәсіпорындар үшін салықтар төмендетіліп, бизнес жүргізу рәсімдері жеңілдетілді және еркін саудаға барлық жағдай жасалды.
Шетелдік компаниялар Шэньчжэньге жаппай келіп, кеңселері мен зауыттарын аша бастады. Өйткені алғашқы 5 жыл бойы олардан салық алынған жоқ. Ал 5 жылдан кейін олар төлей бастады, және өте жақсы төлеп тұрды. Тіпті өз технологияларымен де бөлісті. Осы факторлар қаланың да, экономиканың да қарқынды өсуіне алып келді. Сөйтіп, шетелдік инвестициялардың арқасында бұрынғы кішкентай кедей қала, зауыттар, зәулім ғимараттар мен сауда орталықтары бар техномегаполиске айналды. Яғни негізінен қытайлар бұл қаланы өз қаражатымен емес, шетелдік компаниялар үшін тиімді жағдай жасап, солардың есебінен тұрғызды. Қазіргі уақытта Шэньчжэнь елдегі ең заманауи және технологиялық қала. Оны Қытайдың IT астанасы деп атайды. Мұнда ең озық технологиялар жасалып, ең үздік мамандар жұмыс істейді. Қытай қалаларында дрон құрылғылары мен жеткізу енді тосын нәрсе емес. Бұл қалыпты жағдай. Ұшатын жеткізушілер күні бойы әуеде әрі-бері ұшып, адамдарға тамақ пен шағын тауарларды жеткізеді. Қытайға болашақ келіп жетті. Ірі Қытай қаласына келгенде көшелерде шу болады, ауа лас және бәрі тұманмен қапталған деген ой келеді. Бірақ қазіргі таңда бұл бұрынғыдай емес. Әрине, кейбір Қытай қалаларында, әсіресе өндірістік бағыттағы қалаларда ауа әлі де зауыттың темекі бөлмесіндей. Бірақ егер Шэньчжэнь, Бейжің, Шанхай немесе Гуанчжоу сияқты қалаларға қарасаңыз, соңғы 5 жылда ауа ластануының қаншалықты өзгергенін елестетуде қиын. Аталған қалалар қазіргі таңда ауа сапасы жағынан ірі еуропалық қалалармен бір деңгейде. Ал қытайлар бұл жетістікке қалай жетті? Ауаның ластануына себеп болатын тек 2 фактор бар. Олар өнеркәсіп пен автокөлік. Көптеген кәсіпорындарды үкімет қорғаныс жүйелерімен және сүзгіштермен жабдықтауға міндеттеді. Ал экологиялық нормадан асып кеткен кәсіпорындар қала сыртына көшірілді, немесе мүлде жабылды. Ал автокөлікке келсек, соңғы бірнеше жылда Қытайда нағыз төңкеріс болды. Сіз үшін бұл жаңалық болар. Бірақ қазіргі таңда Қытай жалғыз өзі бүкіл әлемнен көп электромобиль шығарады. Қытай нарығы барлық шығарылатын электромобильдердің 55%-ын құрайды. Өткен жылы әлемде 14 миллион электромобиль сатылса, оның 8 миллионы Қытайдың өз ішінде сатылған. Әрине, бұл қисынды. Қытай халқы бүкіл Еуропа, ақш, Ресей және тмд елдерінің халқынан көп. Шынында да, Қытай автокөліктерін сатып алушылардың көпшілігі өздері қытайлар. Бірақ сонымен қатар көптеген Қытай электромобильдері де экспортқа жіберіледі. Қазіргі кезде олар едәуір сенімді. Ал алғашқы Қытай көліктері фенол иісі шығып, жолда шашылып қалатын. Ең бастысы бұл әрине баға. Қытай электромобилі еуропалық немесе америкалық баламасынан 2 есе арзан тұруы мүмкін. Сонымен қатар оның ішкі және сыртқы көрінісі одан да сәнді әрі заманауи болады. Мұндай көліктерді көргенде оны сатып алғың келеді. BYD Қытайдағы ең ірі электромобиль өндірушісі. Олардың модельдік қатарында қолжетімді де, премиум класты көліктер де бар. Мемлекет елде электр көліктерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Егер сен электромобиль көлігін сатып алсан, бірнеше жыл бойы көлік салығын төлемейсің. Сонымен қатар оны сатып алғанда мемлекет саған субсидия береді. Ол электромобиль құнының шамамен 15%-ын жабады. Тиімді ме? Тиімді. Электромобильге бензин де, басқа сұйықтар да, майда қажет емес. Оны іске қосуда қиындық болмайды, және қарапайым көлік секілді шұқылап жөндеудің де қажеті жоқ. Ол жай ғана жүреді, болды. Сенен талап етілетін жалғыз нәрсе оны уақытында қуаттау. Тағы бір үлкен артықшылығы, 2 жүксалғышы бар. Біреуі алда, біреуі артта. Өйткені мотор капот астында орын алмайды. Шэньчжэнь көшелерінде сүрендеп жүріп, көптеген көліктерді көресің. Бірақ тұман да, шу да жоқ. Басында біртүрлі диссонанс пайда болады. Қозғалыс көп, ал тыныштық орнағандай көшелер бос сияқты сезіледі.
Себебі Шэньчжэньде автокөліктердің шамамен 80%-ы электромобильдер. Бекерден бекер бұл қала елдегі ең технологиялық қала саналмайды. Сонымен қатар қоғамдық көліктің басым бөлігі де электр қуатымен жұмыс істейді. Қытайлар тіпті мотоцикл мен скутерді де электрлі нұсқада сатып алуды жөн көреді. Шэньчжэньдегі метрополитеннің құрылысы небәрі 20 жыл бұрын басталды. Бүгінде ол 374 станциядан тұрады, ал жолдарының ұзындығы 555 шақырым. Салыстырмалы түрде айтқанда, Алматы метросында 11 станция бар, ал жолдарының ұзындығы 13 шақырым. Қытайдағы әлеуметтік рейтинг. Бұл көптеген блогер ертегіштер өз көрермендерін қорқыту үшін қолданатын тақырып. Сірә хайп арқылы көбірек қаралым жинау үшін. Яғни, егер өзіңді жаман ұстасан, Қара айна сериалындағыдай өмірдің шетінде қоқыста жүрген адамға айналасын дейді. Ал егер жақсы және тәртіпті болсан, бәрі керемет болады. Шын мәнінде Қытайда ешқандай әлеуметтік рейтинг жоқ. Мүмкін оны кейбір платформалардағы коммерциялық рейтингпен шатастыратын болар. Бірақ мүлде екі түрлі нәрсені қалай шатастыратыны түсініксіз. Мысалы, Қытайдағы негізгі төлем жүйесі саналатын Alipay жүйесінде сіздің жеке несие рейтингіңіз бар. Ол ұпаймен өлшенеді. Егер коммуналдық төлемдерді уақытында төлеп, несиелерді жауып, тапсырыс берген тауарларды сирек кері қайтарып, жалдау ақысын кешіктірмей төлесеңіз, ұпайыңыз жоғары болады. Бұл сізге дүкендерде қосымша жеңілдіктер, түрлі артықшылықтар мен банктен жақсы несие алу мүмкіндігін береді. Ал егер жоғарыда айтылған тармақтарды бұзсаңыз, жолдас, сіз сенімсізсіз және сізге деген сенім төмендейді. Негізінде бұл ақш-тағы немесе біздің елдердегі несие тарихына ұқсас. Ол әдетте жабық түрде банктерде сақталады, біз ол туралы ештеңе білмейміз. Тек банк қызметкерінің ғана оған қол жеткізуге мүмкіндігі бар. Ал Қытайда сіздің ұпайыңызды банкте сіздің өзіңізде көре аласыз. Меніңше бұл әділ әрі ашық. Сондықтан Қытайдағы рейтинг әлеуметтік емес, қаржылық. Әлемге терезе Шэньчжэньдегі ең қызықты орындардың бірі. Мұнда әлемге әйгілі көрікті жерлердің шағын көшірмелері орналасқан. Эйфель мұнарасы, ежелгі Афина, Пиза мұнарасы, Биг Бен, Египет пирамидалары және тіпті Ниагара сарқырамасы. Алайда бұларды шағын деп айтуға да ауыз бармайды. Мысалы, бұл парктегі Эйфель мұнарасының биіктігі 108 метр. Паркке барғаннан кейін міндетті түрде жергілікті асхананың басты тағамы лангон тауық сорпасын көріңіз. Ол сары қауырсынды және сары терілі, бірақ іші аппақ етті жергілікті тауықтардан дайындалады. Олардан жасалған тауық рагуы өте дәмді әрі жұмсақ болады. Ал кешке Шэньчжэнь Цивик орталығында өтетін жарық шоуына баруға тырысыңыз. Ол шамамен 15 минутқа созылады және бір кеште бірнеше рет қайталанады. Музыкамен сүйемелденетін ғимараттардың әсерлі жарықтандырылуын күн сайын кешкісін Шэньчжэнь Цивик орталығы метросының жанында тамашалауға болады. Айтпақшы, сіз білесіз бе, Қытайлар бір-бірімен амандасқанда сирек қалайсың деп сұрайды. Негізінен сәлемдесу былай естіледі: сен тамақ іштің бе? Өйткені Қытайлардың пайымынша, егер сен тамақ ішпесең, онда сенің жағдайың жақсы болуы мүмкін емес. Сондықтан егер бәрі жақсы болса, сен жай ғана «иә, ішіп алдым» деп жауап бересің. Қытай ең ғажайып әрі техникалық жағынан күрделі көпірлерді салумен танымал. Руи көпірі Шығыс Қытайдың әсем ландшафтының үстімен 140 метр биіктікте салынған. Көпірдің едені шыныдан жасалған. Сондықтан ол арқылы жүргенде өткір сезімдерге кепілдік беріледі. Аспан қаласы бұл көпірден көрі бақылау алаңы десе де болады. Оның басты ерекшелігі биіктіктен құлап ағатын жасанды сарқырама. Фантастикалық шыны көпір. Оны мөлдір әуе дәлізі деп атап кеткен. Оның ұзындығы 560 метр. Және ол Гиннес рекордтар кітабына ең ұзын шыны еденді көпір ретінде енген. Гонконг, Чухай, Макао көпірі. Қытайлық көпірлердің тағы бір рекордшысы.
Бұл теңіз акваториясында толық орналасқан әлемдегі ең ұзын көпір. Оның ұзындығы 55 шақырым, ал құрылымның бір бөлігі су астында туннель түрінде өтеді. Шанхайдағы Нанпу көпірі бұл бірегей инженерлік құрылым және қаладағы басты көпірлердің бірі ғана емес, сонымен қатар негізгі көлік торабы. Көпірдің дөңгелек бөлігі пайдалы аумақты тиімді пайдаланып, көлік ағындарын 1-3 бағытта бөлуге мүмкіндік береді. Енді Қытай астанасының қалай өзгергенін көрейік. Біз Бейжіңге бет аламыз. Соңғы бірнеше жылда Бейжің қатты урбанизацияланды. Шағын дүкендер, дәмханалар мен базарлар қаланың орталық аудандарынан шетке көшіріліп, олардың орнына ірі сауда орталықтары мен үлкен мейрамханалар салынуда. Мыңдаған жаңа ғимараттар, кең жолдар мен көп жолақты жолайрықтар бой көтеріп жатыр. Жастарға бұл ұнайтын сияқты, ал үлкендерге керісінше. Олар көп жылдар бойы барып жүрген сүйікті дүкендері мен мейрамханаларының жабылуын ауыр қабылдайды. Ал Бейжің өзінің бұрынғы сүйкімін, жайлығын және орталық көшелеріндегі ерекше атмосферасын жоғалтып жатқандай көрінеді. Бірақ не істейсің? Даму өзгеріссіз болмайды. Бейжіңде міндетті түрде көру керек орын, тыйым салынған қала Гугун. Бұл әлемдегі ең үлкен сарай кешені және Бейжіңдегі басты көрнекілік. Бүгінде кез келген адам бұрын қатаң күзетілген Қытай императорларының резиденциясын көріп, бұрынғы билеуші әулеттерден қалған ұлы мұраны тамашалай алады. Сондай-ақ Бейжіңнен алыс емес жерде адам қолымен жасалған бірегей туынды Ұлы Қытай қорғаны орналасқан. Ол солтүстік Қытайды бойлай шамамен 9000 шақырымға созылады. Бадалин туристер үшін ең ыңғайлы және ең танымал қорған бөлімі. Оған Бейжіңнен жету оңай. Бірақ егер жалқауланбай әрі қарай жүрсеңіз, қайта жөндеуден өтпеген қорғанның бастапқы қалпын көруге болады. Қорғанның барлық тармақтарымен бірге жалпы ұзындығы 21000 шақырым. Тек елестетіп көрініші, бұл жер шарының жартысы. Қорған Иншань тауларын бойлай, биік асулар мен терең шатқалдарды кесіп өтеді. Қытайда тек миллион тұрғыны бар қалалардың өзі 150-ден асады және барлығы белсенді дамуда. Қытайдың ең ірі қалалары Шанхай, Бейжің, Чунцин, Гуанчжоу, Цзянцзин, Шанчжэнь, Нанкин, Чанду, Сиянь және Ханчжоу. Бұл тізімді ұзақ жалғастыруға болады. Қытай күн сайын урбанизацияланып келеді. Ал ең басты жетістігі барлық қалалары арасында жақсы жолға қойылған көлік қатынасы. Міне, бір ғана дерек, ол бәрін айтып тұр. Қытайда 45 000 шақырымнан астам жоғары жылдамдықты теміржолдар бар. Жай ғана теміржол емес, жоғары жылдамдықты теміржол. Көлемін түсіну үшін айтсақ, бұл бүкіл қалған елдердің жиынтық көрсеткішінен де көп. Оның үстіне қытайлар бұл пойыздарды сатып алмайды. Оларды баяғыдан өздері шығарады. Қазір Қытай билігінің басты мақсаты ел бойынша халық табысы мен инфрақұрылым сапасын теңестіру. Яғни, халқы 1 миллионнан аз қалаларда да Бейжіңдегідей сапалы жолдар, медицина және білім беру жүйесі болуы керек. Сонда адамдар өз туған жерінде жайлы өмір сүре алады. Тек ірі қаржыландырылатын қалаларда ғана емес. Адамдар жоғары табыс іздеп Шанхай, Чунцин немесе Бейжің сияқты мегаполистерге жаппай көшпей, өз туған жерінде қалып, елін біркелкі дамытатын болады. Осылайша елдің тек бір бөлігі ғана емес, тұтас мемлекет дамиды. Ал қалған аймақтар ауыл шаруашылық провинциясы болып қалмайды. Ал біз сізбен тағы бір техногигант қалаға ауысамыз. Онда көптеген электроника мен түрлі инновациялық құрылғылар жиналып сатылады. Бұл Гуанчжоу қаласы. Шэньчжэньмен қатар ең заманауи және технологиялық қалалардың бірі. Ал оның көшелерінде тек жүргізушісіз таксилер ғана емес, жүргізушісіз автобустарда жүріп жатыр. Әрине, мұнда да электр көлігі Шэньчжэньдегідей кең тараған. Гуанчжоуда оңтүстік Қытайдағы ең ірі сауда порты орналасқан. Бұл елдегі ең маңызды көлік тораптарының бірі.
Көршілес провинциялардан өндірілген тауарлардың көп бөлігі осында жеткізіліп, әлемнің түкпір-түкпіріне таратылады. 600 метрлік кантон телемұнарасы қаланың кез келген нүктесінен көрінеді, және ол туристер үшін ерекше аттракцион болып саналады. 488 метр биіктіктегі бақылау алаңынан бүкіл қалаға ғажайып көрініс ашылады. Дафо храмы Гуанчжоудағы бірнеше Будда храмдарының бірі. Өте әдемі, өте әсерлі жер. Қытай мәдениетін сезінгіңіз келсе, сізге дәл осы жерге бару керек. Қытай қалаларының барлығында, әсіресе ірі қалаларда саябақтар өте көп. Бұл мәселеге ерекше көңіл бөлінеді. Себебі адам табиғатпен қоршалып, үйлесімді өмір сүруі тиіс. Қытайлар өте белсенді халық, және зейнетке шыққаннан кейін де олар үйде немесе подъезд алдындағы орындықта отырмайды. Таңертең ерте тұрып, сергіп қалу үшін саябақтарға барады. Мысалы, олар цигун немесе цайцзи гимнастикасымен айналысады. Жаттығу құрылғыларында жұмыс істейді, көңілді топта би билейді, немесе құрдастарымен жай ғана әңгімелеседі. Қытайлардың өмірлік ұстанымы мынадай: адам өмір бойы қозғалыста болуы керек. Адам тоқтап қалмауы тиіс, әйтпесе оның өмірі де тоқтайды. Адам қозғалғанда, оның ішінде де ци энергиясы қозғалады, ал бұл қарттықты баяулатып, ағзаны саулықпен толтырады. Сондықтан қытайлар зейнетке шыққаннан кейін де белсенді өмір сүруін жалғастырады. Олар диванға отырып қалмайды, тек енді жұмыста емес, осындай қоғамдық орындарда қозғалыста болады. Қысқасы, олар белсенді өмір сүріп, өмірге қуанады. Ең бастысы, жасты назарға алма, қозғал. Тек денені ғана емес, миды да жаттықтыр. Сонда қарттық ешқашан шынайы келмейді. Қаладағы технологиялар мен инновацияны енді табиғатпен, тіршілікпен, сұлулықпен толтырайық. Ал Қытай табиғаты шын мәнінде ғажап. Міне, Қытайдың ең әсерлі табиғи көрікті жерлерінің бірнешеуі. Чжанцзяцзе өте әдемі ұлттық парк. Ол Аватар фильмі шыққаннан кейін туристер арасында аса танымал болды. Айтуларынша, дәл осы жер Джеймс Камеронды өз шедеврін жасауға шабыттандырған. Парк тығыз ормандармен және бағана секілді биік шыңдардың көптігімен танымал. Мұнда 3000-нан астам осындай шыңдар бар. Ең көркемі оңтүстік аспан деп аталатын бағана. Оның биіктігі 1080 метр. Ал Аватар фильмі шыққаннан кейін оны ресми түрде Аватар Аллилуйя тауы деп өзгерткен. Хунхэ Хани күріш террассалары. Бұл толығымен табиғи ғажайып емес. Мұнда адам қолының ізі бар. Бірақ сұлулығы мен формасы бойынша ол ең үздік табиғи парктерден кем түспейді. Хунхэ Хани халқының ғасырлар бойғы еңбегі. Олардың ата-бабалары жер бедерінің күрделігіне қарамастан таулы аймақты нағыз өнер туындысына айналдырды. Бұл орын соншалықты ерекше. Ол ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген. Яншо ауданы Қытайдағы ең көркем жерлердің бірі. Ол инопланеталық пейзаж секілді карсты төбелерімен танымал. Туристердің көпшілігі Яншо қаласына тоқтайды. Мұнда туристік инфрақұрылым жақсы дамыған. Қонақ үйлер, кафелер және жалға беру орындары көп. Яншода жүріп, бір күндік саяхаттарға автобуспен, велосипедпен, немесе скутермен шығып, әсем табиғатты тамашалауға болады. Пейзажды жақсы көру үшін төбелердегі бақылау алаңдарына көтерілген дұрыс. Олар Яншоның өзінде де, сыртында да бар. Егер сізді төбелер аса қызықтырмаса, онда Ли өзені мен дәстүрлі бамбук салмен жүзіп демалуға болады. Тағы бір өте көркем орын Дунчуаньның қызыл жерлері. Мыс пен темірге бай топырақ бұл жерді нағыз марсиандық пейзажға айналдырады. Фотографтар бұл жердің сұлулығын алғаш рет өткен ғасырдың 90-шы жылдарының ортасында ашқан. Олар таңғажайып суреттер түсіріп, байқауларда жеңіске жетіп отырған. Бірақ түсірілім орнын құпия сақтаған. Алайда бұл құпия ұзаққа созылмады. Көп ұзамай бұл жерге туристер де, фотографтар да келе бастады. Көріп отырғаныңыздай, Қытай өте жылдам дамып келеді. Және ең ықтимал нұсқа бойынша
бұл болашақтағы әлемдік экономиканың көшбасшысы. Бұған мұнда барлық жағдай бар. Заманауи технологиялар, еңбекқор халық, ел ішіндегі орасан зор қаржы көлемі. Ең бастысы, мемлекеттің де, халықтың да мүдделерін ескеретін дұрыс таңдалған даму бағыты.